Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес каналында жүзімнің пайдасы туралы айтатын боламыз. Жүзім өсіру біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта басталған. Көп өсірілетін аймағы негізінен Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі. 100 граммында 60 калория бар. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс болып саналады. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Шырынындағы биофлавоноидтар арқылы С дәруменінің белсенділігін арттырады. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуы да тегін болмаса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеуі мен жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда да өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Тіпті барлық тіршілік иелерінде 20 шақты амин қышқылдары кездесетіндігін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орнын ұғына түскендейміз. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да тынығуына ерекше әсер етеді. Ол бауыр аурулары, анемия делінетін қан азаюды емдеуде көп қолданылуымен қатар, құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне де көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан оның калориясы өте жоғары, әрі темір мен кальцийге бай. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларын, қан аздықты емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жүзім қандай дерттерге дауа болады? Онкологиялық аурулардың алдын алады, жүрекке жақсы әсер етеді, тамырларды қатайтады, қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды таратып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын аласыз. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді, қант диабетін емдеуде қолданылады. Астмасы бар адамдар үшін пайдалы. Адам терісін балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Егер адам күн сайын 1 стакан жүзім шырынын ішіп, 1 үзім жүзім жесе, оған қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды. Жүзімді қалай таңдауға болады? Жүзімнің ең жақсысы ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түсті келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе, сәл сарғыштауын, қара жүзімді қаласаңыз, қою түстісін таңдаған жөн. Жүзім сабағының құрғап қалғандығы жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғанын көрсетеді. Тез үзіле қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіри бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Жүзімді сатып алғаннан кейін көп уақыт ұстамаған жөн. Жүзім міндетті түрде суық жерде сақталуы тиіс. Бөлменің жылылығы жүзімді тез солдырады. Жүзім тоңазытқышта 1-2 күн бойы бұзылмастан сақталып тұра береді. Тоңазытқыштан алған жүзімді 1 сағаттан кейін жесе, дәмі анағұрлым тәтті болады.
жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім тек қана дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көптеген дертке дауа екеніне ешкімнің күмәні жоқ.